Сәлем, қадірлі оқырман. Ертегі әлеміне қош келдің. Бүгін саған ерекше достық жайлы сыр шертетін, жүрекке жақын бір хикаяны айтып берем. Орын алда, мұқият тыңда. Ит, мысық және тышқанның достығы туралы ертегі. Баяғыда, ертеде бір ауылдың шет жағында үш жануар, ит, мысық және тышқан бірге өмір сүріпті. Олар әр түрлі мінезі бөлек болса да, бір үйдің ішінде өмір сүріп, тату болуға тырысыпты. Ит адал, сақ, өз ісіне жауапты болатын. Мысық таза, ұқыпты, сәл ерке, бірақ өте зерек. Тышқан кішкентай болғанымен ақылды, епті, еңбекқор еді. Бір күні үй иесі ұзақ уақытқа басқа қалаға кетіп, үйді үш досқа аманаттап кетеді. Үйдің тамағы да шектеулі болатын. Енді олар қалай күн көреді? Бастапқыда бәрі өз бетімен тіршілік етпекші болады. Ит аула күзетіп, мысық терезеден қарап отырады, тышқан астық қоймасын бақылап жүреді. Бірақ бір күндері келіспеушілік пайда бола бастайды. Мен сендерді қорғаймын. Менсіз бұл үйге ұры түсіп кетеді, дейді ит. Мен тамақ табам, сендерге тышқанды аулаймын, дейді мысық. Ал мен үйдің ішінде қалған дәндерді сақтап, үнемдеп жүрмін, дейді тышқан. Әрқайсысы өз ісін ең маңызды деп санап, бір-біріне ренжи бастайды. Бір күні қатты ренжіген тышқан үйден кетіп қалады. Арада бірнеше күн өтеді. Мысық жалғыз қалғанда тамақ азайып, үй суи бастайды. Ит те әлсірей бастайды. Сол кезде екеуі тышқанның еңбегін түсінеді. Біз оның еңбегін бағаламадық, дейді мысық. Ол біз үшін де тірлік жасап жүріпті, дейді ит. Содан кейін олар тышқанды іздеп тауып кешірім сұрайды. Тышқан да ренішін ұмытып қайтадан оралады. Үшеуі де өзара келісіп, әркім өз рөлімен бөлісіп жұмыс істей бастайды. Содан бері олар тату тәтті өмір сүріпті. Ауыл адамдары оларды нағыз достықтың үлгісі деп айтып жүреді екен. Бұл ертегі бізге бірақ нәрсені еске салады. Әркімнің орны бар. Қандай кішкентай болсақ та, еңбек пен достық үлкен өзгеріс әкеледі. Рахмет тыңдағаныңа. Егер ертегі ұнаса, парақшама жазылып, тағы да керемет хикаялар тыңдауға кел. Ертегі әлемі жүрекке жақын әлем. Келесі кездескенше.